Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бір жұмыртқадан шығатын үлпілдек оладьиларды жасайтын боламыз. Маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын айранымызды салатын боламыз. Мұздай болса да, жылы болса да бола береді. Артынша құмшекерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жарты қасық сода, жарты қасық тұзымызды салып жібереміз. Осылайынан әдемілеп көбіктенеді. Ұнымыздың бәрін салмай, жартысын саламыз. Оны жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың қалған жартысын салып, қою болғанша осылайынан араластырыңыздар. Осындай қою масса шығады. Пакетті алып, ыдысқа осылайынан құйсаңыздар болады. Болмаса, қасықпен құйсаңыздар да болады. Пакетіміздің ұшын қырғып, пісіріп аламыз. Ыдысымызға кішкентай май құйып, осылай пісіріп аламыз. Осындай әдемі жұп-жұмсақ оладьилар шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдап отырыңыздар. Рахмет.